Бәріне сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Және ең алдымен мен сіздерді жаз мезгілі басталуымен құттықтаймын. Бір ай өтсе де, мен үшін әлі жаз тіпті басталған да жоқ, себебі қазір дауыс естіп жатсаңыздар, қазіргі күнде жаңбыр жауып жатыр. Егер сіздерде әртүрлі емтихандар бітсе, онда ол керемет, біз бір қадам алға жасадық. Қазіргі таңда мен өзектілігі жоғары маңызды тақырыпта сөйлескім келеді, ол арықтау мәселесі. Бұл видеода тек қана салмақ тастау мәселесі емес, сонымен қатар өзінің салмағын норма етіп ұстағысы келетін жандарға, тіпті өмір жасын ұзартқысы келетін адамдарға да бұл видео арналады. Сонымен бастаймыз. Осы видеоға кішкене кіріспе видео істегім келеді. Жалпы осыдан 5 жыл бұрын менде 12-13 килограмм артық салмақ болатын. Сол кезде мен шын айтқанда не істемедім. Мен әртүрлі жаттығулар істедім. Таңертең алыстап тұрып жүгірдім, велосипед тептім, скакалкамен шұғылдандым. Әртүрлі диеталарға сендім, тіпті гипнозбен де айналыстым шын керек. Ғаламтордағы жарнамаларға сеніп, алаяқтардың қолдарына да түстім. Тіпті әртүрлі препараттар мен ауыр дәрілерді мен қабылдаған болатын. Мен қазір оның бәрін еске түсірсем, мен өзім таңқалам, қалай мен олай істеген, қалай ол дәрілерді мен ішкенімді мен өзім білмеймін. Және осы 5 жылдың ішінде мен көптеген нәрселерге көз жеткіздім. Қазіргі таңда мен мынау дұрыс, мынау дұрыс емес жолдарын мен нақты айғақтап айта аламын. Мақтанғаным емес, бірақ осы жыл ішінде мен өзімнің мақсатыма жеттім және әлі де жетіп келемін. Келесі сөздерім салмақ қосқан адамдарға айтылады. Жақында бір психотерапевттің сөздерін тыңдадым. Ол кісі айтады: адам қалай салмақ қосады? Ол махаббаттан туындайды дейді. Бұл сөзбен келісемін және түсіндіріп кетейін. Сіздер өзіңіз кезіңізде қалай салмақ қостыңыздар? Мүмкін таңертең сіз тұрғанда анаңыз тәтті тоқаштар дайындап қоятын беді. Немесе жұмыстан келе салысымен әкеңіз сізге әртүрлі шоколадтар беретін беді. Немесе сізді ағаңыз еркелетіп күнде конфеттер беретін беді. Оның бәрі, айта берсек көп, оның бәрі махаббаттан туындаған. Олар сол кезде сіздер ертең қиналсын, ертең сіздер салмақ қоссын деген мақсатта емес, олар сізге деген махаббаттан туындаған нәрселер. Және кезінде де менде сондай болған. Жаз мезгілінде, осыдан 5 жыл бұрын мен жаз мезгілінде ауылға барып, әжем мені қарсы алған кезде күнде шұбат, күнде қымыз, таңертең жаңа қуырылған жұмыртқа беретін, түстен кейін қазы қарта, ет, содан кейін әртүрлі май, қаймақ, ірімшік күнде жей бергендіктен әрине мен салмақ қосамын. Бұл сөздер еш нәрсе өзгертпейді, бірақ адамға қандай да бір ой салады. Сонымен мен қазір сіздерге аңыздарға өтірік сіздерді сендіретін нәрселерге оралғым келеді. Сонымен бірінші аңыз, ол аптасына 5-7 килограмм тастау. Жоқ, ондай болмайды. Егер сіздер бұған сенсеңіздер, онда керек жоқ, оның бәрі өтірік. Аптасына адам тек қана 2-3 килограмм қана тастай алады. Және ол норма. Адам егер айына бір 5-6 килограмм тастаса, онда ол жақсы нәтиже. Себебі арықтау кезеңі ол мұндай процесс, білесіздер ме? Адам оны асықпай істеу керетін нәрсе. Арықтаған кезде тез деген сөздерге жүгінбеңіздер. Кез келген нәтижені көру мақсатында сіздер еңбек ету керексіздер, және оған сабырлық керек, төзімділік керек, және уақыт керек. Аш жүрсем арықтаймын. Жоқ, сіздер арықтайсыз, бірақ ол өте уақытша. Егер сіздер уақытша арықтағыңыз келсе, онда бұл методты қолдануға болады, бірақ айтқанда жақсы әдістер емес. Неге екенін түсіндірейін. Егер сіздің ішіңіз қазір осындай бір болып жатса, содан кейін сіз аш жүресіз. Ол ішіңіз ішке қарай кетеді.
Содан кейін енді сіз бәрібір де аш жүрмейсіз ғой күні бойы, сіз бәрібір бір айдан кейін, бір аптадан кейін әртүрлі ол режимді құртасыз. Содан кейін сіз тамақ жей бастаған кезде ол қайтадан сол орынға келеді. Кейбір адамдардың психологиясы болады. Мен өткенде бір ай аш жүрдім, осы кезде мен 5 килограмм тастадым. Енді маған қазір тамақ жеуге болады дейді. Ондай болмайды. Сіз одан сайын тіпті сіз одан сайын килограмм қосып кетуіңіз мүмкінсіз, және ол әрине жаман нәтижелерге апарып соқтырады. Әртүрлі шәйлерге, әртүрлі ғаламтордағы жарнамаларға сену, шын айтайын, бұлар қате. Бұларды алмаңыздар. Ең соңға қойғаным, ол 6-дан кейін тамақ ішпеу керек. Бұл сөзді мен кішкене өзгертер едім. Ұйықтар алдын 3,5-4 сағат бұрын тамақ ішпеу керек. Себебі 6-тан кейін тамақ ішпеу керек деген ол онда жататын адамдарға арналған. Жалпы өзі мен түнгі сағат 2-3-те де жатамын, сондықтан да маған егер 11:30-да тамақ ішсем, онда ол нормально. Сондықтан да осы ережелерді өзіңіздің режиміңізге қарай дұрыстаған жөн. Іңкәр, болды. Көп сөйлемей өзіңнің кеңесіңді айт. Мен өзімнің әдісіме көшейін. Жалпы бұл әдіс мен оны таппағанмын, ойлап таппағанмын. Менің принципім ол дұрыс тамақтану және жаттығулар. Жоқ, Іңкәр, мүмкін басқа? Дұрыс тамақтану және жаттығулар. Шынымен де ме? Жарайды. Дұрыс тамақтануға диета жатқызылмайды. Егер қазір айтатын сөздеріме сенсеңіздер, онда сіздер алғашқы нәтижелеріңізді 2 аптада көре аласыздар. Ең басында мен дұрыс тамақтануға оралайын. Таңертең тұрған кезде сіздер міндетті түрде су ішу керек. Күніне адам 2,5-3 литр су ішу керек. Мысалы, қарныңыз аш па? Су ішіңіз. Әрине су көмектеспейді, бірақ ішіңізге қандай да бір тойып тұрғанның әсерін қалдырады, шын айтқанда. Және суды тамақ ішер алдын 30 жарты сағат немесе 25 минут бұрын ішу керек. Содан кейін тамақ іш болғаннан кейін 1 сағаттан кейін ішу керек. Шатасып кеткен жоқсыздар ма? Себебі бұл методтер шынымен де көмектеседі. Бұл су ол адамның арықтау кезіндегі ең бірінші орынға қойылатын нәрсе, сұйықтық. Тіпті әртүрлі сабақтарға, жиналыстарға барған кезде газдалған суларды алмаңыздар. Оның орнына қарапайым суларды сатып алыңыздар, себебі олардың сізге деген тек қана салмақ жоғалту мақсатында емес, ол денсаулыққа да таза су, денсаулыққа да пайдалы. Судан таңертең су іш болғаннан кейін сіздер жаттығу істеу керексіздер. Жаттығу міндетті түрде аш қарынға істеген жақсы. Себебі осы кезде метаболизм сіздерде жақсы жүретін болады. Осы кездегі істеген жаттығулар ол сізге көп пайдасын тигізеді. Менің ұстайтын жаттығуым ол япон дәрігері құрастырған табат жүйесі. Ол қандай жүйе, ол қандай жаттығулар. Сіз бұл жаттығуды таңертең 4 минут істейсіз, және мен оған тағы да 2 минут қосамын. Неге екенін қазір айтамын. 4 минут сіздер 20 секунд бірінші жаттығу істейсіз, содан кейін 10 секунд демаласыз. Астына таймерлерді, осы жайлы мәліметтерді мен астына сілтеме етіп қалдырамын. Бұл жаттығу бұл өте керемет жаттығу, шын айтқанда. Осы жаттығуды істер алдын тренировка жасау керек, жалпы денеңіз кішкене қызу керек дейді. Осы жаттығуды істегеннен кейін міндетті түрде аяқтарыңыз ауырады. Және осы кезде сіздерге әртүрлі дәрігерлер кеңес береді. Осы жаттығу істер алдында сіздер тренировка істеу керексіздер, кішкене дайындалу керексіздер. Бірақ мен келе-келе осындай шешімге келдім. 1 күн, 2 күн, 3 күн ауырады. Бірақ содан кейін тағы да істей берсеңіздер, онда сіздер әртүрлі тренировкасыз осы жаттығулар істей беріп, сіз ешқай жеріңіз ауырмайды және сіздер нәтижесін көретін боласыздар. Әркімге әртүрлі. Егер сіздерге бұл менің айтқандарым методтерім ұнамаса, онда осы жаттығу бұрын тренировка істеңіздер. Және содан кейін 2 минут қосатымын, ол планка. Не үшін қосамын? Шын айтқанда әртүрлі тренировка кезінде, арықтау кезінде ең бастысы, кешіріңіздер, бір айтам, терлеу. Артық
заттары ол тер арқылы шығып жатады. Осы 4 минут істеген кезде ол сіз байқамауыңыз да мүмкін, бірақ келесі 2 минут планкада тұрғаннан кейін, жаңағыдай таймермен, сіз денеңізді қызғаннан кейін байқайсыз осы кезде планка дегеніміз ол керемет жаттығу. Оның бәрін мен сіздерге сілтеме етіп астына қалдырып қоямын. Осы жаттығуда ең керегі ол дем алу. Дем алу ол барлық жаттығулардың атомы мен молекуласы дейді ғой, сол сияқты оның ең маңызды бөлшегі болып саналады. Егер сіздер дұрыс демалмасаңыздар, онда сіздің барлық жаттығуларыңыз ол дұрыс емес болып есептелінеді. Әр секунд сайын демалып, содан кейін деміңізді шығарып отырыңыз. Жаттығулар алғашқы кезде шынымен де қиын болады, шынымен де. Бірақ ең бастысы, білесіздер ме, жақында Ләйлә Сұлтанқызының менің екінші кітабым атты кітабын оқыған болатынмын. Менің екінші кітабым атты кітабы. Ол кісі айтады, мен қатты арықтағым келген, бірақ бұған дейін күш-жігерім мен жеткен жоқ дейді. Содан кейін бір күні мен бәрібір де не болса да осы диеталарды, осыларды ұстап көрейін деп бір күні бастадым дейді. Содан кейін мен нәтижелерімді көре бастадым дейді ол кісі. Осы мәтіннен менің алғаным ең басында ол әрқашанда қиын болады. Ең бастысы ол көру. Осы жаттығуларды істеп көріңіздер. Ең басында сіздер қиын болады. Шынымен де қиын болады олар. Адам үйрене алмайды. Содан кейін уақыт өте келе сіздер бұл жаттығуларға үйреніп кетесіздер. Егер сіздер әдет етіп бұл жаттығуларды әдетке айналсаңыздар, онда ол әрине сіздің жаңағы жатқан ғұмыр жастарыңызға да тіпті әсерін қалдырады. Осы табат жаттығуларын ішінен әртүрлі жаттығуларды адамдар өздері таңдап алады. Және мен сіздерге қазір кеңес ететін ол тиімдісі және ең оңайы. Егер сіздер видеосын көріп жатсаңыздар, егер сіздерге осы қолайлы видеолар ұнамаса, онда өздеріңіз ғаламтордан әртүрлі табат таймеріне қатысты жаттығуларды іздеп таба аласыздар. Егер сіз арықтағыңыз келсе, онда сіз арықтаңыз. Егер өзіңізді көндіре алмасаңыздар, әртүрлі нәрселерді жеп, күнде істемей, диванда жата берсеңіздер, онда бұл процесс сіздерге болмайды. Егер бұған деген әлі күш-жігерлеріңіз жетпейді деген мақсатта. Келесі үшінші кеңесім ол жаңағы салмағын норма етіп сақтағысы келетін адамдарға арналады. Егер сіздің қарныңыз тоқ па, онда тамақ ішпеңіз. Қарныңыз аш па, онда қатты тамақ ішпеңіз. Қатты тоқ болудың қажеті жоқ. Тамаққа тойып тек қана таңертең ішсеңіз болады, себебі осы кезде жаңағы айтып өткендей метаболизм, сіздің ас қорыту жүйеңіз одан жақсы жұмыс істей бастайды. Күн шықты. Айттым ғой, Астанада бір түрлі. Мен сіздермен тек қана 10 минут сөйлессем де жаңа ғана жауып жатқан, қазір енді күн ашық. Қорытындылай келе жаңағы айтқан жаттығуларды, суларды, дұрыс тамақтануды егер сіздер жақсы ұстасаңыздар, онда әрине нәтижелерін көретін боласыздар. Тағы да бір қосатыным, таңертең тұрған соң айнаға қараңыз және өзіңізді мақтап қойыңыз. Сіз күнде жаттығу істесеңіз, күнде жаттығу істегеніңізді айнаға қарап айтыңыз. Оның өзіңіздің нәтижеңізді айна арқылы білсеңіздер, онда ол сізге деген жалпы үлкен қуаныш болады. Себебі бұл жағдайларды мен өзімнің басымнан өткергенмін. Мен кеше істедім, енді бүгін істемей қойын, содан кейін істемей қойын, сосын тағы істеймін деген онда сіздер болмау керек. Күнде ойланбастан, күнде таңертең тұрып, бар жоғы 6 минутыңызды алады. Осы жаттығуларды істеп, содан кейін дұрыс тамақтанып жүрсеңіздер, ол сізге де пайдалы және салмақты норма етіп сақтау ол әрине жақсы және көптің қолынан келе бермейтін іс. Былай айтқанда, еңбек етіңіздер, содан кейін жемістеріңізді көретін боласыздар. Сіздермен болған мені Гар. Пока. Ой, ұмытып кетіппін. Ораза айы қабыл болсын, Рамазан айы қабыл болсын. Кеше өткен қадір түнінде тілеген барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Енді сау болыңыздар. Ой, тағы да ұмытып барамын. Жоқ, іңкәр болып жетеді. Көп сөйлеме. Адамдар тыңдай жалықты. Жарайды.